Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымызды біз шағын видеодан бастаймыз. Назарымыз тақтада. Сәлем достар, жас өнертапқыштардың өмірімізді ғайыби етуге қосқан үлесі аз емес. Тіпті 17 қаңтар күні бүкіл әлем бойынша өнертапқыш балалар күні деп атап өтілуде. Бұл күн Американың мемлекет қайраткері, дипломат, ғалым, өнертапқыш және журналист Бенджамин Франклиннің туған күнінен алынды. Франклин 12 жасында алғашқы болып шомылу барысында екі қолға киленін ескерті ойлап тапты. Кейіннен Франклин көптеген сынақтар жасап, ғылыми зерттеулерін жалғастырды және әлемдік ғылымға сүбелі үлес қосты. Біз бүгін сіздерге балалар ойлап тапқан ең танымал өнертапқыштар жайлы айтпақпыз. Жақсы балалар, ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әлемді өзгерткен өнертапқыш балалар деп аталынады. Бүгін сабағымызда біз мәтіндермен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл публицистикалық стильдегі мәтіндер осы тақырыпқа арналады және осы тақырыптарға біз белгілі бір өзгерістер енгіземіз, тақырыптар бойынша болжаулар жасаймыз. Жұмыс жасамас бұрын балалар, сендердің әрқайсыларының алдарында, мына топтың алдында бағалау парақшалары бар. Бағалау парақшаларында критерийлер көрсетілген. Топ басшы осы критерийлерге негізделе отырып, топты бағалап отырамыз. Енді мәтіндер публицистикалық стильде болады деп айттым, ендеше осы публицистикалық стильді бір еске түсіріп алайық. Публицистикалық стильдің жанрлары өте көп. Бүгін біз соның кіші жанрларымен жұмыс жасайтын боламыз. Мына төмендегі жанрлармен және публицистикалық стиль ерекшеліктерінде еске бір түсіріп аламыз. Бірінші жұмысымыз балалар бізде топтық жұмыс алдарында А4 жатыр және парақтары. Сонымен қатар топтарына берілген жұмыстар, не жұмыс жасаулары керек, тапсырмалардың дескрипторларына мұқият боламыз. Әр топ жеке-жеке оқулықтағы мәтіндермен жұмыс жасаймыз. Бастайық жұмысымызды. Бірінші мәтіндерді мұқият оқып аламыз. Бір-екі аз минут беріледі балалар. Шағын жұмыстар. Дескрипторларға мұқият болыңдар балалар. Кәнеки? Негізгісін ғана жазамыз балалар. Ұзақ жолға тырысамыз, нақты. Публицистикалық стиль ерекшеліктері тақтада балалар. Соны ескере отырамыз. Жұмыс аяқтауға тырысайық. Кәнеки? Ал балалар, тақтаға келіп білеміз аяқтайтын кім қорғайды? Аяқтайық тезек. Ал кәмі тұрайық. Бірінші бізге берілген тақырып теріден жасалған плакат. Оны ең алғашқы болып Честер Грейнвуд деген 1873 жылы 15 жасында ойлап тапқан. Теріден жасалған плакат болады. Теріден жасалған плакатқа жарнама жасадық. Теріден жасалған плакат шаш үрдісін бұзбайды, құлақты суықтан қорғайды, алам десең келе ғой, сатып алып кие ғой. Бағасы да қолжетімді, ыңғайлы әрі сапалы. Мекен-жайымыз Шу қаласы, Еуразия сауда үйі. Тамаша. Публицистикалық стиль ерекшеліктерін біздің жарнама публицистикалық стильге сай, себебі жарнама сөздері өте жинақы түсінікті болып құралған және төзімді журналын
коммуникативтік байланысқа сақтады. Жақсы. Және өлең түрінде, басқа жаза білесіздер. Тамаша, екінші топ кәлеме. 1960 жылы 16 жастағы Джордж Миссен алғашқы батутты ойлап тапқан болатын. Алғашында бұл батутты гимнастика жаттығуларына қолданатын еді, қазір балалардың ойыншығына айналды. Иә, батут туралы мәтін. Батутқа хабарландыру жасадық. Құрметті ауыл тұрғындары, сіздерді отбасыларыңызбен көңіл көтеруге шақырамыз. Батут сіздерді күтуде. Мекен-жайымыз ауыл орталығы, уақыты 9:00-ден 17:00-ге дейін. Бағасы 500 теңге. Жас аралығы 5-12 жас. Өте тамаша. Жақсы балалар, қандай ерекшеліктер? Біздің хабарландыру публицистикалық стилде жазылған. Оның ерекшеліктері қарапайым сөздер қолданылған, яғни құрметті ауыл тұрғындары және де эмоционалды экспрессивті сөздер қолданылған. Тамаша. Кезек үшінші топқа берейік. Елуге жуық мал қойып тұрған. Оның 28-іне патент иеленген. Ең кейінгі еңбегі қоршаған ортаны қолдауға арналған болды. Жастарға үндеу жаздық. Біз жастарды білім алуға, өнер игеруге еңбек қозғадық. Бәсекеге қабілетті болуға шақырамыз. Өзіміздің отандық өнер табыстарымызды әлемге әйгілі етуге және де өнертапқыш балаларымызды таныта білуіміз қажет. Жақсы. Біздің мәтіндегі публицистикалық стилде жұртқа үндеу көп пайдаланылып баға беруші сөздер қолданылған. Мысалы, еңбек озаты және бәсекелікке түсетін қабілеттілік. Бәсекеге қабілеттілік сияқты, иә. Өте тамаша, жұмыстарың жақсы орындалған. Отыра қоямыз кәнекей балалар орнымызға. Бұл тапсырма орындалды. Балалар, біз келесі тапсырманы жеке жұмыс жасаймыз. Тақтаға назарларыңызды бері аударамыз. Бұл жерде ой жалғау әдісі арқылы мәтіннің аяғына болжау жасаймыз. Мәтіннің басы балалар қарайындаршы, беріліп тұр шағын ғана мәтін. Ары қарай ол деп мәтінді өздерің болжап аяқтайсыңдар. Дәптерге жұмыс жасаймыз. Бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып, дәптерге мына мәтінді көшіріп жазамыз да, ары қарай өз ойымызбен болжап аяқтаймыз. Дескрипторға мән берейік. Кәнекей. Мәтінді көшіріп жазудың балалар қажеті жоқ. Тек қана аяғын ғана жазыңдаршы, мәтінді немен аяқтап беріңдер. Бір ауыз сөйлеммен. Ол робот, қандай робот болуы мүмкін? Жаңа бір креативті ой ұсынуға тырысамыз балалар. Тек қана ойдың аяғын. Аяқтағандарың болса, ол көтеріп маған белгі берсеңдер болады балалар. Біткендер бар ма? Бір ауыз сөйлем, қандай робот болуы мүмкін? Аха, кәнекей. Аружан, ал балалар, тыңдай берейік, қалғанымызға, кәдімгі. Мен робот нағыз адам секілді жасау интеллектісі болады. Тек адамға бағыныштылығы болмаса, жасаған іс-әрекеті барлық интеллект адамға ұқсайды. Тамаша, иә. Кәнекей. Робот үй шаруасына көмек береді және медицина жағынан алғашқы көмек көрсете алатын болады. Жақсы, ал үшінші қатарда? Ең кейінгі роботы ол өрт бақылайтын робот, ол өрт болған аумақты және өршуін анықтайтын арнайы желілер арқылы отты сөндіреді. Су өткен кезде GPS арқылы жақын жерден су қоймасын тауып су жинайды. Жақсы. Өте қажетті роботтар деп ойлаймын. Ал балалар, бүгін жұмысымыз аяқталды. Топ басшылары топты бағалаймыз тез арада. Бағалап отырған шығарсыздар, иә? Кәнекей, сіз топ басшыларына. Бүгінгі сабақта біздің топта жоғары бағалағандар Малика Шапағанова, ал орташа көрсеткіш көрсеткендер Құралай Арман. Кәнекей, мына топқа көрейік, енді бәріміз бірдей. Бүгін біздің топта жоғары бағалаған мен Динас Асылжан, ал орташа баға көрсеткен Барлас Шапаған. Жақсы балалар, мен бағалау парақшаларымды жинап алып, осы жердегі бал бойынша сендерге күнделікке бағалаймын. Енді мына жерде бүгінгі сабаққа кері байланысты маған SMS түрінде жазып тастап кетесіңдер. Кәнекей, мына жерге қажеттіні оқып, аттарыңды жаза береміз. Жақсы балалар. Рахмет, осымен сабағымыз аяқталды.